Bizler matematikani iki bölümge bölüp öğrenemiz. Biri algebra, ikincisi geometriya. Endi algebrani bizler ötüp жүрүбүз азыр. Geometriyani январь айынан баштап өтөтөгөн болсок, эми ошо geometriянын өзү да эки бөлүнөт: планиметрия һәм стереометрия деп. Bizler planimetrиядан баштап өтөбүз үчүн, бул планиметриядан нелерден пайдаланабыз, яғни нелермен шұғылданабыз, солар хакында кичигирээк бир түсініктерді көрүп өтөбүз. Планиметрия менен стереометриянын фаркы не? Планиметрия бул тегистиктеги фигураларды үйрөнүү дегенди билдирет. Стереометрия бул кеңистиктеги фигураларды үйрөнүү деген сөздү билдирет. Яғни экөөнүн фаркысы. Я болмаса көпчүлүгүңүз билетін чыгарсыңыз, 2D и 3D деген затларды билетін чыгарсыңыз. Бул 3 өлчөмлүү болот, бул 2 өлчөмлүү болот деген сөз. Тегистик һәм кеңистик содан кеп чыгат. Эми планиметрияда нелерден пайдаланабыз? Биринчи планиметрия бөлүмүн көрөйүк. Биздер нокаттан пайдаланабыз. Нокат деген хаммамыз билебиз, точка. Кийинкиси тууру сызык. Функция деген темада көрдүк. Һәм нур деген затыбыз бар. Нурду энди азырча көрмөдүк. Нурдун тууру сызыктан фаркы не? Тууру сызык эки тарапында чегараланбаган болот, чексиз түрдө давам этет. Нурдун болсо бир тарапында нокат болот. Һәм сол нокаттан чыгарылган нур. Жана бир түрү бар, бул кесинди деп айтылат. Кесиндинин эки тарапы чегараланган, яғни бир эки нокатты туташ тургудан пайда болгон бир кандайдыр бир узунлукка ээ болгон тууру сызыкка айтылат. Одан башка мүйүш дегенден пайдаланабыз. Яғни мүйүрүбүз мүйүш деп айтылат. Бул хакында кеңилүү һәм кандай түрлөрү бар экенин көрсөтүп өтөм. Кийинкиси 3 мүйүштүктөн пайдаланабыз. 4 мүйүшлүк, шеңбер һәм дөңгөлөк һәм көп мүйүшлүк деген фигуралардан пайдаланып өтөбүз планиметрияны. Бул жерде энди нокат, тууру сызык, нур, кесинди дегендер түрлөрү жок, бунун тек осы затлардын өзүлөрү. Мүйүш, 3 мүйүшлүк, 4 мүйүшлүк, шеңбер һәм дөңгөлөк, көп мүйүшлүктөрдүн түрлөрү болот өзүнө жараса. Биздер эң биринчи мүйүштү көрүп өтөбүз. Мүйүштүн кандай түрлөрү болот? Эң биринчи түрү бир жайык мүйүш деп айтылат. Көрүнүшү, мына көрүнүшү сызылады. Һәм бул 180 градуска тең деп айтылат. Яғни мына жердеги мүйүшүбүз 180 градус. Кийинки мүйүшүбүз бул сүйөр мүйүш деп айтылат. Яғни мына орталыкта мүйүш деп айтатын болсак, хакыйкаты сүйөр мүйүш. Не үчүн? 90 градустан кичи болот. Яғни 90 градустан кичи мүйүшлөрдүн хаммасын сүйөр мүйүш деп атамызга болот экен. Жана бир түрү догал мүйүш дегенибиз бар. Бул догал мүйүш, мына бир жердеги мүйүшүбүз болатын болса, бул 90 градустан үлкен мүйүшлөргө догал мүйүш деп айтамыз. Һәм акыргысы бул тууру мүйүш деп айтылат. Мына жерде белгилеп коюлду. Бул 90 градуска тең болгон мүйүшлөр тууру мүйүш деп атайбыз. Енді сүйір мүйіш һәм догал мүйіш, я болмаса жайық мүйішлерді сызған кезімізде градус түрін жазып кетеді. Мысалы үшін 90 градустан үлкен болған догал мүйіш сызса, берге 120 градус, 135 градус деп жазып кетеді қасына. Тууру мүйішті болса, өйтіп 90 градус деп жазып жүрмейді, тек қана белгісі, міне 4 мүйішті қалып сызып кетсе, осының өзін 90 градус деп түсіне беруге болады. Берде 90 градус деп жазылмайды. Қалғандарында градус жазып жүреді, неше градусқа тең екен. Кийингиси 3 мүйүшлүк, 3 мүйүшлүктүн түрлөрүн көрүп өтөбүз. Яғни 3 мүйүшлүк хакында түшүнүк аламыз. Атынан белгиле бул 3 мүйүшкө ээ болгон һәм 3 тарапка ээ болгон кандайдыр фигура. Эң биринчи 3 мүйүшлүктүн төбөлөрү эмне экенин көрүп алайлык. 3 мүйүшлүктүн төбөлөрү дегенибиз не? 3 мүйүшлүктүн эки тарапынын кесилскен нокатын 3 мүйүшлүктүн төбөсү деп атайт. Яғни бул 3 мүйүшлүк болса, тарапы деп бул тарапларды айтатын болсак, экөөнүн кесилскен жери мына жер. Су жер, мына жер, мына жер. Буларды төбөлөрү деп атайт. Яғни буларды кандайдыр бир нокаттын белгилеп алууга болот деген сөз. Енді математикада геометрия бөлүмүндө төбөлөрүн латын харфлеринин бас харфлери менен белгилеп алуу кабылданган. Эми болмаса кириллский менен белгилеп алса боло берет, оң эч кандай зыян жок. Бирок стандарт түрдө А, Б, С, яғни латын харфлеринин бас харфлерин белгилеп алууга болот. Төбөлөр деп айтылат. А, Б, С. Одан кийинкиси 3 мүйүштүктүн тараптары. А, Б, С төбөлөрүн белгилеп алган болсак, енді сол А һәм Б төбөлөрүнүн аралыгы бул тарапы деп айтылат. Яғни АБ тарап деп айтылат. Я болмаса БС тарап, болмаса АС тарап деп айтууга болот. Булардын хаммасы тараптар. Яғни төбөлөрүнүн арасындагы аралык.
Я болмаса сол тарепке ат қойып алуға болады. Бұны атты латын алфавитінің кіші харфлерімен қою керек. Мысалы үшін, А деп болсам, бұяқты Б деп болсам, бұяқты С деп болсам, А, Б, С тарифлері деп айтсағым бола береді. Яғни А, Б тарифтің аты А деп айтқандай гәп болады. Бұл айтқанда осында белгілермен кіртуге болады. Кейінгісі үш мүйіштің мүйішлері. Мүйішлерден де түрлі қалып белгілеуге болады. Енді қазір мен қәмме түрін көрсетіп жағынан. Мысалы үшін А мүйішті қайт белгілеуге болады. Мүйіш белгісін қойып А десек, А мүйіш деген сөзді білдіреді. Бұл мүйіш белгісі. Яғни мына жердегі мүйішті айтып жатқан болады. Я болмаса, бұл жерде Б, А, С деп тұрып айналып өтетін болсақ, А мүйіштен, бұны да сол мүйішті түсіне берсек болады. Яғни Б, А, С деп отыр. А мүйішті ортаға жазуымыз керек. Қалған екі төбесін екі қапталына жазуымыз керек. Я болмаса наоборот айналуға болады. Қазір Б, А, С деп айналып, С, А, Б десек та, сол А мүйішті айтып жатқан болады. Мыналардың қаммесі бір мүйішті түсіндіріп тұрды қазір. Бұл мүйішті де тап сондай. Бұл мүйіш деп жазуға болады. Я болмаса А, Б, С мүйіш деп айтуға болады. Болмаса С, Б, А мүйіш деп айтуға болады. Бұларда тек қана бұл мүйішті түсіндіріп тұрды қазір. С мүйішті де тап сондай белгілеу болады. С мүйіш деп, я болмаса Б, С, А, болмаса А, С, Б деп белгілеу болады. Және бір түрі бар, енді бұл мүйішлердің өзлерін альфа, бета, гамма деп белгілеп алынады. Яғни А мүйішіміз альфаға тең, Б мүйіш беттаға тең, С мүйіш гаммаға тең. Болмаса любой бір харппен X, Y, Z-ге тең деп та белгілеп, жаңа тәрепке ат қойғанда бұл мүйішлерге де ат қойғанымызға болады. Сосын бір затты ұмытпауымыз керек, үш мүйішліктің ішкі мүйішлерінің қосындысы 180 градус болады. Одан кем де емес, одан көп те емес. Ішіндегі мүйішлер, мысалы үшін, мынердегі мүйіш, мынерде үш мүйіші бар болса, соның градусларын қосып шыққанда 180 градус болу керек. Одан кейінгісі енді үш мүйішліктің түрлері бар. Бірінші көріп өтеміз, мүйішлер бойынша түрлері. Яғни мүйішлеріне қарап тұрып, үш мүйіштің түрлерге бөлуге болады. Оны үш түрге бөлінеді. Бірінші түрі бұл сүйір мүйішлі үш мүйішлік деп айтылады. Яғни не үшін сүйір деген сөз не деген білдіретін, 90 градустан кіші дегенді білдіретін. Демек, бұл сүйір мүйішлі үш мүйішлігіміздің қәмме мүйішлері 90 градустан кіші болу керек. Үш мүйіші де 90 градустан кіші болса, оны сүйір мүйішлі үш мүйішлік деп атамызға болады. Кейінгісі туыр мүйішлі үш мүйішлік. Мына көрінісі сызылады. Туыр мүйішлі дегеніміз, яғни бір мүйіші 90 градусқа тең болған үш мүйішліктерді туыр мүйішлі үш мүйішлік деп атайды. Үшіншісі доғал мүйішлі үш мүйішлік. Яғни бір мүйіші 90 градустан үлкен болған үш мүйішке доғал мүйішлі үш мүйішлік деп атайды. Бұл жерде екі мүйіші 90 градустан үлкен болуы мүмкін емес. Екі мүйіші 90 градусқа тең болуы да мүмкін емес. Тек қана бір мүйіш 90 градус болса туыр мүйішлі үш мүйішлік, 90-нан үлкен болса доғал мүйішлі үш мүйішлік. Үш мүйіші де 90 градустан кіші болса, мұнда сүйір мүйішлі үш мүйішлік деп атап кете береміз. Бұл атлары өзіне жараса. Һәм ең ақырғысы тәріплер бойынша түрлері. Яғни тәріп бойынша да түрге бөлуге болады. Бұлда да үш түрге бөлінеді. Бірінші түрі тең қапталы үш мүйішлік. Яғни тең қапталы үш мүйішлік дегенімізде үш мүйішліктің үш тәрепі болатұғын болса, соның бір екі тәрепі бір-біріне тең болады. Яғни соны біздер тең қапталы үш мүйішлік деп атаймыз. Яғни қазір бұл екі тәрепі бір-біріне тең. Бұл тең деген белгіні білдіретін болады. Кейінгісі тең тәреплі үш мүйішлік, я болмаса дұрыс үш мүйішлік деп те атайды. Яғни бұл жерде тең тәреплі, я болмаса дұрыс деген үш мүйішлігіміз қәмме тәрепі, үш тәрепі де бір-біріне тең болады. Яғни сол үш мүйішлікті тең тәреплі үш мүйішлік деп атасақ болады. Үшінші түрі болса, бұл үш мүйішлік деп айтады. Бұның ешқандай тәрепі бір-біріне тең емес. Соның үшін тек қана үш мүйішлік деп атап кете берсек болады.